Саламатсыздар ағайын, эфирде білу маңызды. Біз бүгін білім жүйесі, білікті мамандар даярлау және халықаралық болашақ бағдарламасы туралы сөз қозғайтын боламыз. Ал студиямыздың қонағы халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының президенті Жанболат Мелдешев мырза. Қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізбен хабарласып, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Тікелей эфир телефоны экранда көрсетілген. Сонымен қош келдіңіз тағы да. Кеше елбасы хабар арнасына берген эксклюзивті сұхбатында мына ел дамуына қатысты, біздің білім жүйесі, жалпы қазақ тілінің алфавитіне қатысты үлкен мәселелер тағы да қадап айтты. Енді біздің білім жүйесі, жалпы адамдардың әлеуметтік дағдылары, жалпы біздің елдегі адами капитал қай бағытта дамуы керек, және біздің осы елбасы көтерген мәселеге халықаралық болашақ бағдарламалар орталығы қандай қызметпен кіріспек? Осыдан бастасақ. Сұрағыңызға рахмет. Енді 21 ғасырда бәрімізге белгілі ресурстағы емес, озық технологияға негізделген экономика құруымыз қажет. Ол деген сөз біздің мамандарымыз, біздің азаматтарымыз жалпы ел ретінде сол озық технологияларды игеруіміз қажет. Қазіргі адами капиталдың сапасы біліктілік және жаңа өзгерістерге бейімделу қабілетімен өлшенеді. Сол үшін ағылшын, жаңағы озық білімнің бәрі ағылшын тілінде, ағылшын тілін жаппай бәріміз үйрену керек шығар. Сол құндылықтың біреуі болу керек шығар. Бұл біріншіден дейсіз ба? Бұл біріншіден. Екіншіден, жоғарғы білім сапасын халықаралық стандарттардың ең жоғарғы сатысына көтеру керек сияқты. Бұл тұрғыда біздің болашақ бағдарламасының қосып жүрген үлесі бар. 10 мыңға жуық түлегіміз елдің әр саласында өз еңбегін сіңіруде. 2 мыңға жуық түлегіміз білім саласында істеп жүр. Білім саласында. Енді тағы мынандай сауал, латын әліпбиі туралы нақты айтылды. Осыған байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы латын әліпбиі біздің білім жүйесіне қалай әсер етеді? Жалпы латын әліпбиін енгізуде біз қандай мәселелерді басты назарда ұстауымыз керек? Енді латын әліпбиін енгізу мәселесі уақытылы, орынды деп өзім ойлаймын. Жеке басым, латын әліпбиі интернет әліпбиі болды ғой енді. Ағылшын тілі әліпбиі, осы әлемнің 80% латын әліпбиінде жұмыс жасайды деп ойлаймын. Сондықтан қазақ тілін латын әліпбиіне, қазақ тілін емес, жалпы түркі тілдес ел ағайындардың бәрі латын әліпбиіне өтіп жатыр. Түркі тілдес елдердің арасында бір әліпбий болған дұрыс. Бұл ағайындармен, түркі тілдес ағайындармен бір ортақ әліпбиінде бір-бірімізбен қарым-қатынас жасауға, білімді дамытуға оң ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Енді халықаралық бағдарламалар орталығы жалпы болашақтықтар, осылай халықтың арасында айтады. 2000-нан астамы білім жүйесінде қызмет жасап отыр екен. Жалпы білімге қазір болашақтықтар қандай үлес қосып отыр? Алда не күтеміз олардан? Болашақтықтар білімге енді өзінің еңбегін сіңіріп жатыр. Университеттерде, мектептерде өзінің білімін ары қарай таратып жатыр деп айтуға болады. Бұл тұрғыда болашақ бағдарламасы тағы да қосатын үлестері көп. Университеттерге арнайы квотамыз бар. Биылдан бастап өз бетімен сөмдегендерге немесе IELTS 6.5 бар азаматтарға толық мүмкіндіктер бар. Тиісті стипендияларды алуға болады. Енді жалпы болашаққа қайта оралсақ, жалпы осы болашақ бағдарламасы туралы сөйлессек, жаңа өзгерістер болып жатыр. Осы жөнінде қысқаша айта кетсеңіз, алда қандай жаңалықтар болуы мүмкін, не күту керек? Ең басты өзгеріс ағылшын тілінен талаптар күшейтілді. IELTS былтыр 5 болатын болса, биыл 5-5-ке көтерілді. Бұның істеген себебіміз елде барлық инфраструктура жасалған, бұл ағылшын тілінің негіздерін Қазақстанда да үйренуге барлық мүмкіндік бар. Сондықтан келесі жылда ағылшын тілі талаптары көтерілетін шығар. Соны ескеру керек. Ең негізгі талабы осы. Бұдан басқа дипломның орташа баллы 3-3-ке көтерілді, GPA бойынша талап. Біздің түлектерге еңбек өтілімі Қазақстанда 5 жыл болатын болса, ал өңірлерде Астана, Алматы қаласында 5 жылға қалдырылды, өңірлерде 3 жылға түсірілді. Басқа қалаларда, облыс орталықтарында немесе аудандық жерде 3 жыл қызмет істесе болды. Және жаңағы біздің университеттерге де талапты күшейтілді. Топ 70 университетке ғана жаңа біздің болашақтар оқуға барылады. Топ 70-ке, Демек топ 70
жетістікке бұрында топ 500 болатын, одан кейін топ 350-ге түсті, 100-ге түсті. Биылдан бастап топ 70 ең озық университеттерге баруға болады. Енді тағы мынандай сауал, жаңағы 5-5-ке көтерілді дедіңіздер ғой, IELTS-тың деңгейін. Бұл қаншалықты қиын болды ма біздің талапкерлер үшін, әлде қазір қалай қабылданып жатыр? Енді наразылық тудырып жатқандар да бар. Кезінде мысалы үшін осы 5-5 болмай тұрып, 5-ті алып, қуанып жүрген кісілердің кішкене көңілі түсіп қалған. Бұған байланысты неде көп? Ондай адамның саны көп емес. Айтатын болсақ, айтып өткендей Қазақстанда барлық жағдай жасалған, ағылшын тілін үйренуге болады. Қазір ағылшын тілін үйренем деген азаматтарға онлайн курстар да бар. Оның бәрі қолжетімді, тегін. Ал курстарға қатысам десе, осы Қазақстанда, Астанада, кез келген өңірде ол қымбат емес. Сондықтан үйренуге болады. Енді жаңағы бакалавриат дейміз, магистратура, осы жөнінде бір айта кетсеңіз. Докторантура деген сияқты. Бұрында бакалавриат болатын, биыл бакалавриат қазір жоқ, тоқтатылған. Магистратура, PhD немесе стажировкаға баруға болады. Енді халықтың арасында қазір 10 мыңнан астам болашақты оқып келген, бүкіл дүниені көріп келген мықты мамандар көп. Біздің экономикаға да жеткілікті, біздің халыққа керек азаматтарды біз тәрбиелеп үлгердік. Бұл енді келешекте азаю мүмкін, тіпті болашақ тоқтайды екен деген бір сондай көп информация, ақпарат бір ұзын құлақтан естіп жатамыз. Осыған байланысты сіз бір нақты айта кетіңізші. Келешекте болашақ қалай болады? Енді мен білетін арада бұл ақпарат бойынша ешқандай тоқтатылмайды. Қайтаға болашақ бағдарламасы ары қарап дамиды. Жүреді, иә? Ары қарап дамиды. Сол болашақпен қатар біздің халықаралық келісімдер бойынша студент алмасу бағдарламасы бар. Ол бағдарлама аясында биыл 1000 стипендия иесін тапты. 200 стипендия айтып өтетін болсақ, Венгрия Қазақстанға 200 стипендия берді, Қытай 56 стипендия берді, сонымен бірге Польша, Вьетнам деген елдерде. Соның бәрін қосқанда бұл мәселеге қазір қайта айналып соқсақ, себебі тек болашақпен шектелмейді ол сіздердің жұмыстарыңыз. Телефонда көрерменіміз бар екен, сұрақ қойғысы келіп тұрған, соған кезек берсек. Тікелей эфирдесіз. Тікелей эфирде сұрағыңызды қойсаңыз болады. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Ақтөбе облысынан хабарласып тұр едім ғой. Осы болашақ бағдарламасы жөнінен сұрағым келеді. Менің жасым 32-де, өзім жаңа иностранный факультет бітіріп едім, ағылшын тілін. Енді болашақ бағдарламасы бойынша оқығым келеді. Ары қарай өз білімімді дамытқым келеді. Соған жас шамам келе ме, соны сұрап білейін деп едім. Жақсы. Болашақ бағдарламасының 32 жастан дейді. 32 жаста ешқандай жасқа тиын жоқ, ешқандай шектеуіміз жоқ. Мамандықтар тізбесінде 53 мамандық бар. Соның біреуін таңдап, өзіңіздің біліміңізге алған дипломыңызға сәйкес болатын болса, құжатыңызды тапсырып бізге қатыссаңыз болады конкурсқа. Рахмет. Енді тағы мынандай сауал. Демек, болашақ бағдарламасы сіздердің халықаралық бағдарламалар орталығының тек қана бір жұмыс емес. Бұл жерде студенттік алмасу, тағы қандай жұмыстарды атқарасыздар? Себебі біздің білімге құштар, шетелден білім алғысы келетін жастарға, мамандарға бір ақпарат бергенсіз. Біздің орталық 4 үлкен жобамен жұмыс жасайды. Бұл болашақ бағдарламасы, серпін бағдарламасы, жаңа халықаралық стипендия алмасу, студент алмасу бағдарламасымен айналысамыз, және Қазақстанның жоғарғы білімін интернационалдырумен айналысамыз. Бұл дегеніміз шетелден студент тарту, шетелден озық бағдарламаларды әкеліп осы біздің университеттерге енгізу, және шетелден профессорлық оқытушылық құрамды тарту көп деп. Жаңағы енді студент алмасу дедіңіз. Бұл қалай жүзеге асырады? Себебі сіздердің мекеме дегенде бірден болашақ еске түседі да. Студент алмасу онша ойға келе бермейді. Біздің орталық бұл бағдарламаға мен біздің орталық құжатты қабылдайды және комиссияға шығарады. Сол үміткерлердің құжатын. Басты талап бұл оқитын ағылшын тілін білу керек, және оқитын мамандығы бойынша пәндері жақсын білу керек, және аттестаттың орташа баллы 4,5-нан төмен болмау керек. Жақсы оқу керек, мектепте. Бұл да өте жақсы мүмкіндік. Бұл бағдарлама бойынша бакалавриат бар. Биыл Венгрия айтып өткенде 200 орын бөлді. Өкінішке орай 185 ғана иесін тапты, 15 иесін таба алмай қалды. Адам келмеді ғой. Келген жоқ. Бұл енді жылдан жылға жалғасады ғой. Жылдан жылға жалғасады. Кез келген вузда бар ма? Кез келген вуз, сол Венгрияның кез келген вузын таңдауға болатын еді. Сонымен қатар Вьетнам, Қытай, Польша, Украина, Белоруссия секілді елдерге оқуға болады. Бұл сонда 5 жыл бойы оқи ма әлде?
енді таңдаған бағдарламасына сәйкес. Бакалавриат таңдайтын болса 4 жыл мен 5 жылдың арасы, магистратура таңдайтын болса 2 жыл 3 жыл, докторантура таңдайтын болса 4 жыл 5 жыл. Бұл өте жақсы ақпарат екен. Енді болашақ туралы ақпарат көп. Шыны керек. Бәрі ішінен жақсы біледі. Бұл жаңағы студент алмасу деген біздің студенттер үшін, студенттер қауымы үшін өте керек мәлімет берді деген ойдамын. Жалпы озық білімге қолын жеткізем, шетелде оқимын деген азаматтарға өте үлкен мүмкіндіктер бар. Қазір 21 ғасырда бұл гранттарды біз өзіміз келіп таратамыз. Бізге келіп алса болады құжатын тапсырып. Бұдан бөлек Германия, Франция секілді елдерде жоғарғы білім гранттық тегін деген сөз. Кез келген азамат сол елдің тілдік сертификатын тапсырып, аттестатын тапсырып, ешқандай емтихансыз түсіп оқуына болады. Өздерінің гранттары бар. Биыл Франциямен тығыз жұмыс жасадық. Біздің екі министр кездескен кезде біздің сұрағымызға қанша студент қабылдай аласыз деген сұрағымызға 300 мың студент қабылдаймыз. Сондай мүмкіндігіміз бар. Сіздер қанша студент дайындап бере аласыздар деді. Сондықтан сондай мүмкіндіктер көп. Тамаша. Демек, бұл жерде ақпараттандыру, жастарға осындай тегін білімнің бар екенін, алмасуға болатын, және мектепте жақсы оқу керектігін бүгіннен бастап айту керек секілді. Енді жаңағы мынандай сауал, ауылдық жерлерде, облыстарда, аудан орталықтарында, тіпті облыс орталықтарында осы болашақтықтар қаншалықты қазір жұмыс істеуде, және жергілікті жерлерден жастар болашақпен қаншалықты көп кетуде. Осы жөнінде айта кетсеңіз, себебі бәрі Алматы мен Астанаға келгісі келеді әрине. Жоғары қызмет істегісі келеді, бірақ ауылға да біреу бару керек қой. Осы жөнінде айтсаңыз. 77% Астана мен Алматыда істейді біздің түлектердің, 23% өңірлерде жұмыс жасайды. Бұл енді бізді қанағаттандыратындай статистика емес. Сол статистиканы өзгерту үшін осы 3 жылдық жұмыс өтілімді соған түсірдік өңірлер үшін. Енді біздің түлектер сол өңірлерге баратын шығар деген ойымыз бар. Жақсы екен. Енді жалпы болашақтың мына халықаралық бағдарламалар орталығы біздің жоғары оқу орындарына шетелдік мұғалімдерді де әкеледі дедіңіз. Олардың тәжірибесін жалпы мына білімге деген көзқарасты, вижн дейді ғой ағылшынша. Соны әкелумен айналысады. Қазір осы жұмыс қалай сәтті жүзеге асуда, және қандай мықты мұғалімдер бар? Біздің жалпы педагогикалық, мына елбасы айтты ғой, біздің білімге құштар ұлт мемлекет болу үшін осы білімді трансформация, модернизация жасау керек. Жаңа типтегі жоғары оқу орындарын жасау керек. Осы жұмыс қалай жүзеге асуда? Бұл жұмысты біздің орталық енді бастап жатыр. Бастағанына 3 ай болды. Бүгінгі күнге дейін біздің студент тарту мәселесі бойынша 3 елде көрмеміз өткізілді. Ташкентте, Бишкекте және Душанбеде. Осы октябрь айында Пекин, Шанхайда өткіземіз көрмемізді. Біздің университеттердің бәрі барып өзінің университеттердің көрмелерін жасайды. Делиде өткіземіз, Тегеран және Ашхабадта өткізетін боламыз. Біздің ойымыз бүгінгі күні Қазақстанда 12.800-ге жуық студент оқиды шетелден. Сол санды 50 мыңға жеткіземіз деп отырмыз. Қазақстанның жалпы жастарын айтатын болсақ, білімге, жаңа тілді үйренуге қабілеті өте жоғары. Потенциалы бар, білімге деген потенциалы еліміз. Сол университеттердің де потенциалы жоғары. Білімімізді экспорттасақ болады. Сол үшін осы бағдарлама қолға алынды. Мына білім экспорты дегеннен шығады. Қазір бүкіл әлемде Сингапур, Малайзия, енді Англияны айтпағанның өзіне, Европаны айтпағанның өзіне, Американы, тіпті жаңадан кейінгі осы 20 ғасырда көтерілген мемлекеттердің өзі, Корея мәселе үшін, Түркияның өзі білімді өзінің бір экспорт ретінде, бір бизнес құрал ретінде пайдаланып отыр. Бізге сондай мүмкіндік бар ма? Бізде потенциалымыз бар. Жақында экономика министрі айтып өтті, білімді экспорттау потенциал 170 мың адам дейді деп айтты. Біздің ойымыз енді өзіміздің алдымызға қойып отқан мақсат осы 1-2 жылда 50 мыңға жеткізсек деп отырмыз. Біздің елде шетелдің студенттері оқу санын. Ол үшін жаңағы білім беру стандарттарын жоғарылату керек, ағылшын тілінде бағдарламаларды көбейтіп ашу керек, шетелден көптеп мұғалімдер тарту керек. Бұндай тәжірибе Қазақстанда бар. КИМЭП, КБТУ-ны алуға болады, қарауға болады. Алматыдағы, Астанадағы Назарбаев университетін қарауға болады. Шетелден мұғалімдерді алып келген, білім сапасы жақсы. Сол секілді басқа өңірлерде де осы тәжірибені жүргізу керек. Білім министрлігінің былтырдан бастаған бағдарламасымен топ менеджмент дейді ғой, топ менеджмент бойынша 20 адам шақырылған, биыл 45 адам болды. Енді біздің ойымыз мұғалім, профессорлық оқытушы құрамды 10 мыңдап әкелу керек Қазақстанға. Сол кезде біздің білім беру, білімді экспорттау потенциалы қан жүріп айналысу керек. Жақсы, бізде тағы бір хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Кезек берсек. Тікелей эфирдесіз. Алло. Тыңдап тұрмыз.
Саламатсыздар ма? Уағалейкумассалам. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен сіздерге қоятын бір сұрағым бар еді. Мен де оқу бітірген жоғарғы оқу орны, қазақстандық. Иә? Жоғарғы оқу орындардың бірінде. Алло. Иә, айта беріңіз. Мен бір ойлағам, денсаулықта ақаулық болса, мысалы, ондай үміткерлерде үміткерге стипендия иеленуге мүмкіндік бар ма? Қандайды? Әлде шанс дегендей азая ма? Мен түсінгенім бұл кісінің сұрамағы егер жеңілдіктер бар ма деген сияқты. Солай ғой дейм, денсаулығы шектеулі. Егер денсаулығында бір ақау болса, оған болашаққа бара алмайсыз деген сияқты бір шешім шығуы мүмкін бе? Енді біздің болашақ бағдарламасы құжаттарының тізімінде 082-ші медициналық справка бар. Сол справканы алсаңыз, соны біздің бағдарламаға қатысуыңызға болады. Жақсы, демек бұны комиссия шешеді және құжаттардың бәрі орнында дұрыс болу керек дейсіз ғой. Жанболат Мелдешев мырза, келіп бізге жан-жақты ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Білім десе біздің халқымыз әрине өзінің көзқарасы, өзінің ерекше ұстанымы, өзім оқымасам да балам оқысын дейді. Сондықтан осы ұстанымын айдамайық. Сіздердің мына ел үмітін арқалаған қызметтеріңіз әрқашан табысты бола берсін. Көп рахмет сізге. Рахмет, білімді ел болайық. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақытта аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.